Сәлем досым, мен сізге керемет практика айтайын. Бұл практика өзіңізді тануға, табуға, рухыңызбен байланыстыруға, жолыңыздың ашылуына, өміріңізді түбегейлі оң жаққа өзгеруге көмек беретін практика. Әрине, бұл практика кейбір коучтар ақшаға сатады, бірақ мен сізге тегін айтамын. Себебі мен сіздің өзіңізді танығаныңызды қалаймын, адаспағаныңызды қалаймын. Бұл әлемде ең кереметті миссия адамның жанын сақтап қалу. Олай болса кеттік. Кәдімгі бір блокнот дейміз ба, дәптер аласыз. Қалың болса да болады, жұқа болса да болады. Ол сіздің фантазияңызға байланысты. Және ешкім кедергі жасамайтын сәтті табасыз. Әсіресе балалар ұйықтап қалғаннан кейін, болмаса таңертең балалар оянбай жатып жасасаңыз да болады. Әсіресе таңғы уақыт өте керемет уақыт. Мен де бұны таңғы уақытта жасаймын. Таңғы уақытты таңдасаңыз да болады. Өзіңізбен өзіңіз болып, жаныңызға суыңызды алып, өте жай классикалық музыка қосып, әуелі бір 5 минут жазбастан ойланып отырасыз. Және әңгімені жазуды бастайсыз. Алайда біз ішіміздегі өзіміздің алай-дүлей бір сұрақтарымызды психолог іздеп, тренер іздеп, болмаса емші іздеп, әйтеуір сырттан іздеп, жолдас қыздарымыз, жолдас балалар, әке-шешеміз, жақындарымызды іздеп кетеміз. Соларға айтқымыз келіп, солардан сұрағымыз келіп, себебін сырттан білгіміз келеді. Бірақ сіздегі бүткіл эмоция, ситуация, мәселенің барлығының иесі ол Алла Тағала. Біреулер Құдай дейді, біреулер Тәңір дейді, біреулер Всеселенная дейді, біреулер әлем дейді, энергия дейді, квантовое поле дейді, әркім әртүрлі атайды, бірақ бәрінің нүктесі бір. Бізде қазақ тілінде ол Алла Тағала. Яғни Алла Тағалаға хат жазасыз. Мысалы, мәселен сізде дәл қазіргі қандай күйдесіз, соны жазасыз. Енді мен 1000-біреуін ғана мысал ретіп айтайын. Сіз осыған ұқсас етіп өзіңіздің жай күйіңізді жазсаңыз болады. Мысалы, я Аллам, жаратқан ием, көркем, мейірімді Аллам. Мінекей, мен сенімен тілдескім келіп отыр. Ешкімнен емес, тек өзіңнен сұрағым келеді. Бүткіл мендегі эмоцияның, сезімнің, мендегі болып жатқан мәселелердің иесінің барлығы сен өзіңсің. Және соның жауабын өзіңнен білгім келеді. Я Аллам, неге менде дәл қазір ашушаңдық бар? Неге мен ренжігішпін? Болмаса сізде берешегіңіз болса, мен мына банкке берешегім бар, мен қалай оны беремін? Қайтсем мен беремін, қандай күйде беремін, маған қандай мен өзіме үлес қоса аламын, осыны берешегімді беру арқылы. Берешегім деп айтыңыз, және қарыз деген сөз айтпаңыз. Осы банкке беретін берешегімді қалай берсем болады? Маған көмектесе алады. Бойыңызда қандай эмоция бар, жаман мінез бар. Мен қалай арылсам болады осыдан? Арылғыңыз келсе, әрине. Менде пәленше, түгеншемен қарым-қатынасым дұрыс емес. Осыны қалай түзетсем болады? Жолын көрсет маған Алла Тағала. Деп, дәптердің бетіне жаба саласыз. Бұның жауабын Алла Тағала сізге 3 аптаның ішінде, болмаса одан
одан бері, одан ары әйтеуір жауабын береді. Бірақ сіз күтпейсіз. Бір күні береді. Сізге мүмкіндіктер, ситуациялар, сізге адамдар жібереді. Және бір қызығы, бұл практиканы әдетке айналдырсаңыз тіпті керемет. Сіз ішіңіздегі бар жан тәніңізбен сырласатын адамды ғана білесіз. Сырласатын бір құдірет күшін таптыңыз және сонымен ғана сөйлесесіз. Бір қызығы, өте керемет сәт, өте керемет ситуация. Және Алла Тағала, орысша айтқанда, не обсуждает, не осуждает, не ругает. Алла Тағала жазаламайды да. Тек қана мейір махаббатпен қарайды. Жер бетіне бізді мейір махаббатпен жіберді. Әлемде Алланың құзырында бәленбай миллиардтаған рухтар тұр кезегін күтіп. Мені жерге жіберші, мен өзімнің сабағымды алайыншы, мені жерге жіберші деп бәленбай миллиардтаған рухтар тұр. Бірақ солардың ішінен таңдап бізді жіберді жер бетіне. Олай болса бізге одан артық қандай мотивация керек? Жер бетінде жүріп, Алланың осы жер бетін жұмақ қылу біздің қолымызда емес пе? Оның барлығы рахмет айтудан, риза болудан басталмайды ма? Сіз менімен келісесіз бе? Олай болса, осы дәптермен Алла Тағаламен байланысу практикасын үнемі әдетке айналдырсаңыз, бүткіл сіздің бойыңыздағы шешімнің барлығының жауабын табасыз. Қыдырғыңыз келе ме? Жазыңыз. Қысылмаңыз, ұялмаңыз. Бәрібір Алладан ештеңе жасыра алмайсыз. Я Алла, мен қыдырғым келеді. Болмаса біреуді жақсы көріп қалдыңыз ба? Мейлің жазыңыз. Алла, мен пәленшені жақсы көріп қалдым, бірақ менің жанұям бар. Мен білемін түбі бұл жақсы емес екенін, бірақ мен қалай арыламын? Маған түзу жолды көрсет. Маған мейірім махаббатпен өзімнің жолдасымды мейірім махаббат көзімен маған қаратып қойшы. Маған, мен адастыра көрме. Деген секілді ішіңіздегі қандай сырлар бар, бәрін жазыңыз. Мен күмәнданамын, мен сенбеймін, мен уайымдаймын, мен қорқамын, бәрін жазыңыз. Бәрін. Себебі сіз жазбаған күннің өзінде де сіздің ішіңізде не бар? Каждый клеткаңызға дейін, ДНК-ңызға дейін Алланың құзырында, назарындасыз. Сондықтан да ол Алладан біз ұлы күштен ештеңе жасыра алмаймыз. Одан да осы ұлы күшті өзімізге бағыттап, сол ұлы күштің ұлылығын пайдаланайық. Бәрін сырттан емес, бір Алланың өзінен сұрайық, жаратылыстың өзінен сұрайық. Мен сізге сапар тілеймін. Сіздің өзіңізбен тануға, ішкі әлеміңізге енуге мен сізге сәт сапар тілеймін. Аман